Алматы тауларындағы 7 мариналық көл жарылуға қауіпті болып саналады. Олардың жағдайын жан-жақты бақылау мақсатында Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі мен қалалық төтенше жағдайлар департаменті әуеден бақылап қайтты. Қазір көлдерде мұз қатып тұр, сондықтан қалаға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Бұл туралы мамандар мәлімдеді. Қауіпті кезең маусым айының ортасынан басталады. Сондықтан Қарғалы, Ақсай, Кіші және үлкен Алматы өзендерінің бассейндерінде жарылуға қауіпті 7 көлді судан босату жұмыстары жүргізіледі. За сезон нам удается сбросить. Бір маусымда 5 миллион куб суды ағызамыз. Егер өзендердің саласы болмаса, бірнеше рет судан босатуға болар еді. Күндіз жағасындағы қар еріп, су көбейіп кетпес үшін Қазселден қорғау мамандары судан босату жұмыстарын түнде жүргізеді. Жалпы Алматы аумағында 35 мариналық көл бар. Былтыр нөмірі 1 көлде су көбейіп тасыған болатын. Биыл қайталанбас үшін мамандар қауіптің алдын алу шараларын жасауда. Өткен жылы жол жасалды. Енді биыл біз экскаватормен көлдің арнасын кеңейтіп, тереңдету арқылы су өткізгіш көл жасауды жоспарлап отырмыз. Яғни көлде су көлемі көбеймейді. Қазселден қорғаудың бұл ретте тәжірибесі бар. Қолымыздан келеді деп ойлаймын.